Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бұл өмір сабақтары, және де өзімізге әр таңда тұрғанда әр адам сұрақ қояды, иә? Бүгін не бітірем? Және де қалай өмір сүрудемін? Бақытты болу үшін не істедім деген сияқты. Бүгін бақытты болу үшін не істедім деген сұраққа жауап беріп көрейік. Негізі алып қарайтын болсақ, көптеген адам табандылық жасау керек, тәртіп болу керек өмірінде. Және де қандай да бір іс-әрекеттерді өзіне жоспарлай білу керек, өзіне көп көңіл бөлу керек, қиындықтарды жеңе білу керек, және де таңда ерте оянуға тырысып бағу керек. Негізі алып қарайтын болсақ, бізден Бауыржан Момышұлы атамыз да айтқан, негізі тәртіп болу керек. Тәртіпке бағыну құл болу емес дейді. Сондықтан да сіздің өміріңізде қандай да бір тәртіп болатын болса, әрине сіз көптеген қиындықтарды жеңіп, өзіңіздің діттеген мақсатыңызға жете аласыз. Және де таңда ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді, Сондықтан да таңда ерте тұратын болсаңыз, әрине сіздің көптеген ісіңіз бітіп, бүгінгі күнге деген жоспарларыңызды да құрып, әдемі күніңізді бастап кетесіз. Себебі басқа әйел адамзаттар ұйықтап жатқан кезде сіз бір-екі ісіңізді жасап бітіп қоясыз, Таңғы асыңызды дайындайсыз, үйіңізді тазалайсыз. Есік алдын, егер анандай жай үйде тұратын болсаңыз, есігіңіздің алдыңызды тазалап та үлгересіз. Сол сияқты жаз айында негізі алып қарайтын болсақ, мына пысық әйелдердің барлығы таңда ерте тұрады екен. Және де өздеріне, бет-әлпеттеріне қарап, өздерін әрлеп дейді, бояндырып дейді, оғанда әдемленіп үлгеріп жатады, Сыптай болып киініп, әдемленіп, жұмыстарына бара жатқан түрлерін көресің. Міне, қымбаттыларым, негізі бақытты болу үшін осындай тәртіпке бағынып, таңда ерте тұрып, өзіңізге көңіл бөліп, және де бүгін не істеймін деген жоспарларыңызды құра отыратын болсаңыз, әрине бақыттың ұшы сізге міндетті түрде көңіл бөліп қарайтын болады. Әр әйел заты таңда ерте тұратын болса, өзіне қарай білетін болса, барлық өзінің жағдайын жасауға, барлық күш әрекеттерін жұмылдыра жасайтын болса, міне әр әйел бақытты болуға өз өміріне үлесін қосып жатады. Сондықтан да қымбаттыларым, бұл өмір сабақтары негізі алып қарайтын болсақ, әр әйел өзінің бақыты үшін күресу керек, Сіздің алдыңызда қандай жоспарлар тұр? Мысалы, сіз бір жұмаға жоспарыңызды құрдыңыз, Жұма аяқталған кезде өзіңіз қарасаңыз, қандай жұмысыңыз істеліп бітті, нені бітірдіңіз, неге қолыңыз жетті? Міне, сіздің барлық жұмыстарыңыз істелген болса, сіз өзіңізді мақтап қойыңыз, себебі сіз бақыттысыз, барлық істеріңіз істелді, жетем деген дәрежеңізге жеттіңіз, діттеген жұмыстарыңызды бітірдіңіз. Өзіңізді мақтауды, өзіңізге сүйіспеншілікпен қарауды ұмытпаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз, сау саламатта болыңыз. Жақсы көру ол мақтаншақтық емес, ол сіздің қандай да бір дәрежеге көтерілуіңізге өз үлесіңізді қосуыңыз. Бақытты әйел міне осындай күндерден, осындай сағаттардан басталады. Сіз бақытты әйелсіз.